Есенәлі қария су жаңа жып-жұмсақ жайлы төсекте жатса да көпке дейін ұйықтай алмады. Қара шаңырағын, балаларын, марқұм әйелін, сүйікті немересі Омарды ойлап көзі еш ілінбей-ақ қойды. Әйелі күміскүл, жаны таза жан еді. Марқұм заты әйел болса да өсек аяңмен ісі жоқ еді. Ешкімнің сыртынан жаман сөз айтуды білмейтін. Дастарханын жайнатып, үйіне кім келсе де жылы шыраймен қарсы алатын. Жоқ деген сөз аузынан шықпаушы еді жарықтық. Есенәлі де не тауып келсе де ырза болып, барды ұқсатып, шүкіршілік ететін. Бірде жеткізе алмай талай қиналған күндері есінде. Сонда күміскүлі мұның жанына жалау болыпты. Ерінің айтқанын қабағымен ұғып, үй тіршілігін ұршыққа үйіріп жүріпті. Сырттан шаршап, шалдығып келген мұнтаздай тап-таза үйін ғана көретін. Баппен пісірген ас-ауқатын ішіп, балаларының әр қылығына мәз болып отыратын жаймашуақ күндері қандай еді. Сонда әйелі көзге көрінбейтін мың-сан тірлікті атқарып жүрсе де шаршағанын білдірмеген екен-ау. Марқұм жары не деген жаны сыры төзімді болған. Шіркін-ай, уақыт қандай жүйрік. Бәрі көзді ашып жұмғандай уақытта өтіп те кетіпті. Бұрында әйел екеуі әр баласының қамын, жайын ойлап, осылар қашан ер жетеді екен, әйтеуір ешкімнен кем болмасыншы, өз қолдары өз аузына тезірек жетсе екен деген тілекпен талай таңда ұйқысы атырған екен. Қазіргі жағдайы басқаша. Ол қыздары, келіндері, немерелері болса да жалғыздығын сезінеді. Қартайған шағында өмірдің бар ыстық суығын бірге өткізген қосағының қасында жоқтығы жанына аяздай батады. Жетімнің күйін кешкендей жәутеңдеп қалғанына кезек күйінеді. Алладан кемпірінің алдында ал деп тілеуші еді, ол тілегі қабыл болмады. Есенәлі қарияның Алладан ендігі тілегі төсекке жатқызбай, ешкімге қор болмай ана дүниеге аттану. Өз үйінде ақ өліммен бақиға кетсем дейтін қарттың ішінде ешкімге айтпай жүрген тәтті бір арманы бар. Ол арманы Омарын үйлендіріп, немере келінін көріп кету. Омарын есіне алып еді, жүрегі дүрсілеп, қатты соғып кеткендей болды. Көз алдына ұйықтай алмай, көзі бақырайып жатқан немересі елестеді. Өзін сағынып жатқанын сезгендей терең күрсінді. Осында бекер-ақ келдім-ау деп өкінді. Омарыма қиын болатын болды. Сабағы нашарлап кетпесе екен. Осы немересінің зеректігіне көрген білген ойға түйіп, түсінбеген дүниені атасынан сұрап жүргеніне риза. Бірде қазақ әдебиетінен беретін мұғалімі ең жақсы адам туралы шығарма жазып келіңдер деп тапсырма беріпті. Сонда Омары менің атам деген шығарма жазып, бес алып қуанып келгені бар. Атасы әлгі шығарманы оқып, кең-кең күліп, Омаржан-ау, мұны суреттеп жазған шалың шынымен менмін бе деген сонда. Иә, ата, сіз ғой, сіз туралы жаза берем. Сіз ең жақсы адамсыз деп мойнынан ұзақ құшақтап тұрған еді немересі. Сөйткен жақсы адамы немересін тастап, қашып келіп, қызының үйінде жатысы мынау. Есенәлі қария өзін кінәлі адамдай сезініп, немересін сағынып, көз жасаурап, біраз жатып қалғып кетті. Әкем таңғы намазын оқып болды-ау деп, бөлмесіне кірген Назираның әкесінің шаршаңқы түрін, қызарған көзін бірден байқады. Көке-ау, сіз дұрыс демалғансыз ба? Жаңа төсек жайлы болмады ма? Назираш, ханның төсегінен кем емес қой, бұл құс төсегің. Жасы келген кезде адамның ұйқы қашады екен ғой. Ой, мені жейтін. Ой. Көке-ау, несіне ойлана бересіз осы? Не де болса қара шаңырақты ойлаған шығарсыз. Әйтеуір қайтып кеткелі отырған жоқсыз ба үйіңізге? Жоқ қызым, осында болам деп шештім емес пе? Тек Омарымды ойлап сағынып отырмын. Сол баланың сабағын уайымдаймын. Үйде отырған, көңіл бөліп жатқан адамды көрмедім. Көкем-ай, баяғыда бізді ойлап алаң көңілде жүретін едіңіз. Енді немерем деп ұйықтамайтын болдыңыз ба? Сонда адам қай кезде өзі үшін өмір сүреді? Соны айтыңызшы маған. Қызым-ау, оны қайдан білейін? Бұрынғылар өз балаңды өскенше, немерелеріңді өлгенше бағасың демейтін бе еді?
Біздікі сол ғой, қазақ ұрпағымен ғана бақытты болатын халық. Құдайға шүкір, менде сендер барсыңдар. Ендігі тілерім ешқайсының жамандығыңды көрсетпей, Аллаға аманатында тапсырсам соған ризамын. Көке, неге асыға бересіз сол жаққа? Анам кетті ғой асығыс. Сіз жанымда жүре тұрсаңызшы енді. Сіз бізге керексіз. Жүріңіз көке. Қыдыр да оянған шығар. Жақсылап таңғы шайымызды ішейік. Назира далаға шықсақ, Қыдыр есік алдында турникке тартылып тұр екен. Ей, Нази, қайда жоғалып кеттің? Ішіме бір нәрсе симай бара жатыр. Не болды? Тыныштық па? Қойшы, саған айтпаймын, атам айтамын. Атам оянды ма, деді жұмбақтай сөйлеген күйеуі. Саған бірдеңе көрінген шығар, көкем үйде, жүр үйге, шай ішейік деп. Қыдыр екеуі үйге кірсе, қайнатасы дастархан басында отыр екен. Сәлемдесіп жанына жайғасты да, атамен бүгін қызық түс көрдім. Түсімде қолыма Құран ұстап, кәдімгідей оқып отырмын. Мына қызыңыз саған Құран ұстауға болмайды ғой әлі деп шыр-пыры шығып жүр. Осы түсімді жорып беріңізші. Жақсы түс, Алладан балам. Қолыңа Құран ұстап оқып жүрсең, бұл үлкен жақсылық. Мәртебең өседі екен. Алла өзіңе бір тура жол нұсқап тұрғандай ма, қалай? Балам, бұл түсіңді жақсылыққа жорып отырмын. Осы жақсы түсіңе бір садақа атап беріп жіберсеңші тездетіп. Жарайды ата, әумин, айтқаныңыз келсін. Садақаны бүгін ақ берем ғой. Қыдыр, күшті түс көріпсің ғой. Көрдің бе? Түсіңде де менің саған жаным ашып жүргенін. Сенде бір өзгеріс болады, ішім сезіп тұр. Қыдыр, Назира, Құдай сендердің пейілдеріңе береді ғой. Қаншама жыл адал саудамен айналыстыңдар. Бірігіп еңбек етіп тапқан табыстарыңды тек өздерің ішіп жей бермей, бауырларыңмен, ағайын туыспен бөлістіңдер. Енді міне құрылыспен айналысып үй соғуды бастапсыңдар. Соққан үйлеріңді алушылар да бар екен. Алған адамға да, сатқан сендерге де Алла берекесін берсін деген Есенәлі қарт күйеу баласы мен қызына ризашылығын білдіріп батасын берді. Есенәлі сауданың да тіпті құрылыстың да көзін тауып, істі жүргізіп отырған өз қызы екенін жақсы біледі, бірақ қызының күйеуін төмендеткеннен еш көрмепті. Қызының күйеуінің ішкеніне анда-санда ренжитіні болмаса, өзара сыйластықтарына іштей разы болатын. Аңқылдақ күйеу баласының ішсе де қызын сыйлауы, қызының омен ақылдасып ерім деп құрметтеп отыратыны сүйсінтетін. Қырсығып кежегесі кейін тартып тұрмайтынын, кейде жас баладай ойнағысы келетін ақпейіл мінезін жақсы көретін. Екеуіне арнап бата беріп жақсы сөзін айтып еді, күйеу баласы кәдімгідей арқаланып, жас жігіттей орнынан қағылып тұрып, мен құрылыс басына кеттім. Назира, үй тірлігін өзің жайғай берерсің деп далаға беттеді. Көке, ұмытып барады екенмін. Сіздің Омарыңыз оқуын ойлап, уайымдап жүргеніңізді білем ғой. Осы Омарды қалаға дарын мектебіне беру керек еді. Ол мектепте жақсы оқитын балаларды алады. Біздің ұлан да дарын да үздік бітіріп оқуға түскен. Жақсы оқитын оқушылардың бәрі сол жерде. Мен бүгін ағаммен сөйлесіп көрейін. Омарды дарынға беруге келессе, орналастыруға көмектесейін. Тест тапсыратын белгілі бір уақыты бар. Өтсе қабылдайды. Омар жақсы оқиды ғой, түсіп кететініне сенемін. Бұл ойың дұрыс екен, қызым. Ақылыңнан айналайын сенің. Әкесі мен шешесіне бір ауыз айт та, әрекетіңді жасай бер. Омарым оқысын. Алла қаласа біздің әулеттің бетке ұстары да, атын шығаратын да осы Омарым болады түбінде. Көке, қам жемеңіз. Омарды қалай да оқытамыз. Назираш, мен үйде бос қарап отыра бермей, қандай тірліктерің бар маған айтып қой. Анау бордақылап отырған қойларың да қоңды болып қалыпты. Сататын ойларың бар ма? Оларды сатсаңдар, орнына көбірек қоз алыңдар. Мен бағайын. Көке, қойларды құрбан айтта сатамыз. Бұларды да қозы кезінен бері бағып келе жатырмыз. Арғы күні еңсемізін сіздің құрметіңізге соямыз. Қонақты шақырамыз деп Назира әкесінің қолынан ұстап, жылы ғана жымиды. Әкесімен қызы шүйіркелесіп сөйлесіп ұзақ отырды. Бір кезде сыртқы есіктен бауыры Сапар
Қасында аяулы жеңгесі Ғалия атасының жарығы Омардың келе жатқанын көріп, қуанып алдарынан жүгіре шығып, «Ой, көктен түстіңдер ме? Көкемді іздеп келдіңдер ме?» деген Назира бауырын, жеңгесін, інісін кезек-кезек құшақтап сүйе берді. Атасы Омарды көріп тіптен есі шығып кеткендей, шіркін өз балаңнан немере тәтті болады деген рас сияқты. Немересін тура 1 жыл көрмегендей құшағына басып, мейірлене иіскеп, көзіне жас алып ұзақ тұрды. Одан кейін ғана ұлының сәлемін алып, иіліп сәлем салып тұрған келінді енді көргендей, «Көп жаса қарағым» деп батасын берді. «Кеше үйге сізді іздеп барсақ жоқсыз. Алматыға көзіме операцияға кетіп барамын ғой. Батаңызды алайын дегенмін. Омар да сізді сағынып отыр екен. Ертелетіп келіп қайтайық дедік. Кешке қайтуымыз керек» деді ұлы. «Үйге жүріңіздер. Келгендеріңіз қандай жақсы болды. Ет асамын. Ешқайда асықпаңыздар» деген Назира қуанып, Ғалия жеңгесін қолтықтап үйінің есігін аша берді. Омар дастархан басында атасына еркелеп, басын түйістіре берсе оң жағына шығып, біресе сол жағына шығып әлек болып отырды. Шай үстінде Назира әпкесі, «Омар, сен атаң қаладағы дарын мектебіне оқыттыңдар деп жатыр. Дарында оқығың келеді ме?» деп сұрағанда, қуанғаннан екі қолын аспанға көтеріп атасын құшақтап алды. Назира ағасы мен жеңгесіне ет асып күтіп, сый-сияпатын жасады. «Аға, жол жүріп барасыз ғой. Өткенде Қыдыр екеуміз ақылдасып қаражат жинап қойып едік. Ертең өзім апарып берсем бе деп отыр едім. Өздеріңіз келіп қалған соң алып кетіңіз, қажетіңізге жаратыңыз» деген Назира бір бума ірі ақшадан 200 мыңды қолына ұстатқанда ағасы мен жеңгесі жылап жібере жаздады. «Алтын қарындасым-ай, Қадыр екеуің жақсылықтарың Құдайдан қайтсын. Біз тек көкемнен бата алуға келген едік қой. Аға, Алла қаласа осы отадан соң көзіңіз бір жола жазылып кетеді. Қазір медицина дамыған заман, көп уайымдамаңыз. Бәрі жақсы болады. Бізге сіздің амандығыңыз керек». Әкесінен бата алған Сапар келіншегін ертіп үйіне көңілді оралды. Омар атасының қасында бір күн қонып, ертесіне қайтпақшы еді, сабақтан қалама деп ерте кетті. Ғалия жыл бойы қайын сіңілісі Назираны мақтаумен болды. «Сапар осы қыз болмағанда қайтер едік. Бәріміздің көңілімізді жалғыз өзі-ақ табады. Атамды да қолын ағып бағып отыр. Бір жағынан ұяласың. Баяғыда біз қара шаңырақта қалғанда атам Назираның үйіне келмес пе еді. Апамның ақылын тыңдамай бізді бөлек шығарғанына атам қазір өкінетін шығар я» дейді күйеуіне қарап. «Қайтесің, өкінгенді қозғап. Мүмкін әлі бәрі өзгерер. Бұл уақытша жағдай. Мен көзімді емдеп алайыншы. Әкем қара шаңырағында өз үйінің төрінде отыруы тиіс» деді, ойлы көзімен жан-жарына қарап. Нағима ит үрген соң далаға шықса, көршісі Оразкүл апа үйіне келе жатыр екен. Қолында бір пакеті, бір баклажка сүті бар. «Нағима, амансыңдар ма айналайын? Атаң келді ме? Ерланнан не хабар?» «Амансыз ба апа? Атам әлі келген жоқ. Омар барып келді ғой, жағдайы жақсы көрінеді. Назира бір бөлмесін босатып, кереуетіне дейін сатып әперіпті. Бұл жолы ұзағынан кеткен сияқты, білмедім ғой атамның не ойлағанын. Ерлан 2-3 күнде келіп қалар. Саған таңертең келейін дегенмін, түске дейін қолым тимеді. Мына сүтті келін пісіріп қойыпты. Атаң келіп қалған шығар деп ала келіп едім. Ол кісі сүт қатқан шай ішуді жақсы көреді ғой. Үйге кіріңіз, шай ішіңіз. Үйіңізде ешкім жоқ шығар?» «Я, қазір кірем ғой, келінмен бала жұмыста. Немерелер сабаққа кеткен». Оразкүл апа үйге кірмекші болып сыртқы есіктің тұтқасын ұстай берген сол еді. Оң жақ бұрыштан қап-қара өрмекшінің ұясын байқап қалды. Салбыраған торға жабысқан өрмекшілерді көріп, денесі тітіркеніп кеткендей болды. «Әй, Нағима, мына өрмекшілеріңді құртпайсың ба? Иесіз қалған үйге кіргендей көзге жаман көрінеді екен, түрлері құрсын». «Ой апа, ол өрмекшілерге тиісуге болмайды. Өрмекші үйде жүрсе ақша шақырады екен ғой, жүре берсін. Бізде байығымыз келеді жұрт сияқты». «Құдая тоба, осы сендердің түсініктеріңе таң қалам.
Осы жасқа келіп өрмекшінің торын салбыратып қойып, байлық күткенді енді көріппін ғой. Қой, құрт көздерін, қандай өрмекші екенін қайдан білесің? Әне бір қара жесір деген пәлесі улы шақса адам өлтіреді ғой, деп Оразкүл апа өрмекші туралы әңгімесін айтып тауыса алмай жатқанда Нағиманың шайы де қайнады. Балалар көрінбейді ғой, екеуі сабағында. Кішкентайлар Шарбан апаның немерелерімен ойнап жүрген шығар. Бәсе, үйлерің тым-тырыс болып қалыпты. Атаң да жоқ, балалар да жоқ. Дастархан басына отыра бергенде Оразкүл апа пакетін ашып, өткен аптада нағашы әжеміз 99-ға келіп дүниеден өтті. Әжемізге 1 жас қосып 100 жасады деп арулап жерледі. Ұл қыздары көп, өсіп өнген әулет қой. Әжеміздің жасына жетіңдер деп жыртысқа қосып, ет жақындарына мата, қос-қостан орамал шай таратып берген. Мына орамал мен шайды саған арнайы алып келдім. Сол әжеміз сияқты сен де 100 жаса, өсіп өн. Орамалды қазір-ақ тартып алшы өзің. Нағима қызыл майда гүлдері бар орамалды алып, басына тартып еді, жараса кетті. Қуанып рахметін айтып, Оразкүл апаға бар ықыласымен шай құя бастады. Оразкүл апа ұзақ жыл қазақ тілі мен әдебиетіне сабақ беріп зейнетке шыққан ұстаз еді. Нағима ролас сіңілім деп жақын тартатын. Жастайынан анасы қайтыс болып өгей шешесінің тәрбиесінде өскен Нағиманың бойынан көп кемшілік көрсе де жақсы отбасылып кетсе екен деп тілектес болып жүруші еді. Бірақ талай рет Нағиманы бауырына тартып ақылын айтса да құлақ қойғысы келмейтін әдетін байқап, кейде тартынып қалатын. Енесі қайтыс болғалы Нағиманың бұрынғыдан да ашуланшақ, қырсық болып кеткенін, атасына деген қарым-қатынасы бір қалыпты емес екенін жақсы білетін. Осы келіннің ішінде не бар екен? Неге бұл ешкімді жақтырмай, сіркесі су көтермей жүреді? Неге бұл мінезін түзеп бір жақсы нәрсе үйренуге талпынбайды екен? Оразкүл апа сүт қатқан шайды ұзағынан ішіп, Нағиманы бақылап үй ішін көзбен шолып отыр. Апа, қалай ойлайсыз? Атам үйге қайтып келер ме екен? Ерлан келсе тағы ренжейтін болды, тура мен қуып жібергендей. Келеді ғой атаң. Қара шаңырағынан ұзап қайда барар дейсің? Атаң Назираның үйіне тамақ іздеп кетті деп ойламаймын. Қартайған адамға керегі ұл қызының, әсіресе келіннің жылы қабағы, сөзі ғой. Әйтеуір өзім үйдегі жалғыз келіннің кейде қабағы түйілсе жаным қалмайды. Менің Ақмаржаным аңқылдап қалған жас екенін өзің білесің. Осы уақытқа дейін көңіліме келер бір сөз айтқан емес. Сондай адал жақсы келінді бұйыртқан Аллаға мың қайтара шүкір деп екі қолымен өз жағасын ұстады. Нағиманың бір жаман әдеті, біреуді мақтап жатса өзін кемсітіп жатқандай сезінуші еді. Содан әлгілі адамның титтей кемшілігін іздеп тауып, соны шұқып көзге көрсететін. Оразкүл апа өз келінін мақтай жөнелгенде өзінен өзі қысылып, өңі бір бозарып, бір қызарып үндемей отырып қалды да, көрші апа әңгіме ауанын басқа жаққа қарай бұра қойды. Нағима, осы атаң 80-ге толды ма? Ата өз 80-демін де береді, бірақ биыл қазанның аяғында толады ғой 80-ге. 80 жасын қызы жасап беретін шығар енді. Сол үйде тұра берсе. Қарты бар үй қазына бар дейді. Жұрт анасы бар адамды қартаймайды деп жатады, ал мен баласы жақсы адамдар қартаймайды деп айтар едім. Осы ауылдың өзінде балаларының күйігінен қартайып кеткен адамдар бар. Мейрамкүл деген апа бар еді. Сен ол кісіні танымайтын шығарсың. Сол кісінің жалғыз ұлы ұры болып кетіп, елге қарауға беті болмай қалды ғой бейшараның. Ұлы сотталып мерзімін өтеп шықты. Бірақ бір сұғанақ жасаған, ұрлық жасаған адам түзелуі қиын екен. Ауылдағы үйін сатып қалаға көшіп еді. Баласы ол жақта да құмар ойынына кіріп, үйін ұттырып жіберіпті. Содан тағы ұрлық жасаған. Сөйтіп қайтадан сотталып кетіпті. Қазір сол Мейрамкүл апа үйсіз-күйсіз қалып, осындағы бір туысының үйін сығалап келіпті. Ол кісі сол баласын қалай етіп өсірді, әлпештеп, жалғыз ұлы қартайғанда басын жерге қаратып отыр. Келіні басқа біреуге тұрмысқа шықты деп естідім.
бет-аулақ, ел ішінде жеңіл жолмен табыс тапқысы келетіндер көбейді. Үлкен қалада құмар ойын ойнайтындар басындағы баспананы тігіп жіберетіндер де көп деп естідім. Қазір байқамасақ қиын болып қалады. Бұрында үлкендер жамандықты көп айтпаңдар, балалап кетеді деп тыйым салатын. Сол дұрыс екен. Жамандықты шулап таратпай, жақсы нәрсені көп айтуымыз керек. Мейрам апа есіме түсіп кеткені, Алла есіркесін, аяп кетемін. Баласы жақсы болса, қазір өз үйінде отырар еді. Анау мектептің арғы жағында тұратын Мұхит деген қария бар еді ғой. Былтыр сол кісінің ұл-қыздары 80 жылдығын жасап берді. Тойға барғанда бала-шағасына бәріміз риза болып қайттық. 5 ұлы мен 3 қыз әкеміздің 80 жылдығын жасаймыз деп, бітпей тұрған жаңа үйін жабылып бітіріп беріпті. Біреуі кірпішін әперген, біреуі есіктерін қойып берген, біреуі терезелерін салып берген, біреуі шатырын жапқан. Не керек, үйді қызыл кірпішпен салып, 6 бөлмені жайнатып тастағанын көргенде бәріміз таңдай қақтық. Не деген ынтымақ, ауыз біршілік десейші. Қазір рахатын анау қара шаңырақтағы ұлы мен келіні көріп отыр. Келіні мектепте мұғалім болып істейді. Шіркіннің мінез жібектей, тілі майдай. Қолынан келмейтін жоқ. Ауылдағы мақтаулы келінің бірі сол Перизат. Бәсе, солар үйлерін қалай тез бітіріп алды деп жүрсем, жұрттар пысық әйтеуір. Біздің Ерлан жүр әне, үйін бітіре алмай. Ана баудың шетіне жаңа үй салам деп. Іргетасын құйып қойғанына 3 жыл болды. Артық ақша тапса машина алам деп жинайды. Оны өзі жаратып жібереді. Бір жағына жеткісек, бір жағына жетпей жатады. Қарағым, еркек ақша табуын табады ғой. Оны ұқсатып бәріне жеткізіп, үйді үй қылып отыратын әйел емес пе? Қара шаңырақта қалған екенсің, осы үйдің бар жауапкершілігі сенде болады. Тіпті сол жаңа үйінің тез бітуі саған байланысты. Ерланның бар бауырымен тату бол, жылы сөйлес, үйіңе келсе жылы шыраймен қарсы ал, дәмді тамағыңды бер. Сосын атаңа арқа сүйеп қалауыңды жеткіз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Қалғанын олар өзі шешеді. Әкелері мен бауыры үшін қолдарынан келгенін аямайды. Қара шаңырақтың еңселі жарық, берекелі болғанын бәрі қалайды. Осы ұядан ұшқандар қай жақта жүрсе де балалық шағы қалған үйге ең болмаса жылына бір рет келіп, аунап-қунап қайтқысы келеді. Әке-шешесін сағынып аңсап келеді. Сонда оларды жылан сияқты ырсылдап тұрған келін қарсы алса, сұмдық қой. Сондай сумаңдаған жарты бастарды көріп жүрміз. Әке-шешесінің көзі кетісімен небір бауырлар үйіне кіре алмай жүр. Одан да бауырлардың татулығын ойлап, басын біріктіріп кем кетірген толықтырып отырмай ма? Ақылдың кемдігі сол деп Оразкүл апа біраз ойланып отырды да, Нағимаш, жасым үлкен ғой, саған да білген ақылымды айта берейін. Қажет болса аларсың, болмасы осы жерде қалар. Мен атаңмен, марқұм енеңмен 40 жылдан бері көрші болдым. Бір жаман қылықтарын көрмедім ол кісілердің. Елге сыйлы адамдар. Балаларының бәрін өзім оқыттым. Бәрінің мінезі, тәрбиесі жақсы. Осындай жақсы жерге түскен сенің бағың бар айналайын. Енді сәл мінезіңді түзеп өзіңді қолға ал. Балаларың өсіп келеді. Солар жас кезінде тұрмысты түзеп, жұмысты жапырып істеуің керек. Артық ұйқы, бос ойын күлкі, жалқаулық, қырсықтық бұлар адамды кедейлікке апарады. Тірлігіңді өз уақытында істеп, үйдің берекесін келтіріп, еңбектің көзін тауып, бір кәсіпті меңгермесең, көштен қалып кетеді екенсің. Жас адам айналасына қарап, кім немен айналысып жатыр? Ойға түйіп, мен де осыны істеп көрейінші деп талпыну керек. Анау үйінен дүкен ашып саудасын жүргізіп отырған келіншек Жазира сенімен жас демес пе? Көріп жүрсің ғой, үйінің тірлігіне де, саудасына да мықты. Күйеуі бұрын ләйліп бос жүретін еді, дүкен ашқалы пысық болып кетті. Ауылдың бәрі қазір олардан азық-түлік қарызға жаздырып алады. Жазираны тастан да қатты деп өсектейтін болыпты кейбір ауыз жылдам әйелдер. Дүкен жүргізу оңай емес, бәрін есеп қисабын жасап, ішін азық-түлікпен толтырып отыру керек. Пысық болмаса дүкені баяғыда жабылып қалар еді. Біздің көшенің бас жағында тұратын Гүлмира үйінен тәттілер торт пісіріп сатып жатыр екен.
Оның күйеуі кәсіпкер. Екеуі екі жақтап тірлік жасаған соң тұрмыстарын тез түзеп алды деп ұзақ сөйледі. Бүгін Оразкүл апаның мысы басып отыр ма? Нағима көбіне тыңдаушы. Көп ақылын ұқпаса да басын изей береді. Арасында бас ауырып кеткендей шекесін уқалап қояды. Оразкүл апа ас қайырып орнынан тұрайын деді де тағы бір нәрсені ұмытып бара жатқандай қайта отырды. Атаңды үйіңе алдырт, Нағима. Ол кісі батасын беріп төріңде отырса, құтыңда берекеңде ортаймайды. Көзінің тірісіне қызмет жасап батасын алып қал. Қашанғы жүрер дейсің? Бәріміз түбінде ана жаққа кетеміз. Тірлікте сыйласқан жақсы айналайын. Көп нәрсе бір сенің жылы сөзіңе, қабағыңа берген тамағыңа байланысты. Байқаймын, соңғы кезде үлкен әпкелерің, жезделерің үйлеріңе сирек келетін болыпты. Әпкелерің жасы үлкен болса да, осы қара шаңырақтың қыздары. Олардың қабағында құт бар. Олар келгенде күліп қарсы алып, күліп шығарып сал. Жиі хабарласып жағдайын біліп тұрғаның жөн, қарағым. Қой, мен үйіме қайтайын. Бүгін бір ақыл қалта болып кеттім-ау, өзімде. Бүгінде көп жастар өзім білем деп сөйлейтін болыпты. Бесіктен белі шықпай жатып. Елге ақыл айтатындар көбейген. Олардың жанында менің оқығаным мен тоқығаным бар. Пәлен жыл ұстаз болған адаммын ғой, деді орнынан тұрып бара жатып. Оразкүл апаны шығарып салған Нағима басын ұстап диванға жата кетті. Біраздан кейін тұрып бөлме ішінде ары-бері жүре бастады. Бүгін теледидар көруге мүлдем зауқы соқпады. Есіктің алдына шығайыншы деп сыртқы есігін ашып қалып еді, салбырап тұрған тордан бір қара өрмекші мойнына түсіп кетіп жыбыр еткізді. Нағима қорқып айғайлап жіберіп, жанталасып өрмекшіні қолымен жерге қағып түсірді де аяғымен мыжыды. Ашуы шыққан ол қолына сыпырғыны алды да өрмекшінің ұясын сыпырып тастады. Сосын жаңа үйінің фундаментін айналып мұқият қарап шықты. Есіне Оразкүл апа айтқан перизат түсті. Үйін барып көрсем бе екен деп ойлады. Нағима байыз тауып отыра алмай көшеге шықты. Осы уақытқа дейін ешкімнің үйіне ауласына назар салмаған екен. Көше бойлап келе жатып, Жомарт пен Күнсұлудың ауласына көз түсті. Есік алдында отырғызған гүлдері жайқалып, жұпари шашып тұр екен. Күнсұлу қолына қолғап киіп алып, бақшасының арам шөбін жұлып жатыр. Есентай көршісі жаңа үйінің кірпішін қалауды бастапты. Келесі көшедегі Нұргүл шаштараз ашып алыпты. Ішіне кіріп еді, Нұргүл шаш қысқартып жатыр екен. Құтты болсын, енді алысқа бармай-ақ саған келетін болыппын ғой. Шашымды бояп бересің бе, қанша болады? Рахмет, Нағима, шашыңда өсіп кетіпті ғой, қысқартпайсың ба? Жоқ, шашымды өсіріп жүрмін, тек бояп берсең болды. Ерлан келгенде бір әдем болып отырайыншы. Жақында маникюр жасайтын қызды алам. Маникюрді да менен жасата беріңдер. Нұргүл Нағиманың шашын әдемелеп бояп берді. Айнаға қайта-қайта қараған Нағима көңілі орнына түскендей. Әдемі орамалын тартып алып үйіне қарай аяңдады. Әшейінде диванға жата салуға бейім Нағима бүгін үйіне кіргісі келмей көп жүрді. Бір кезде есік алдында шуылдап жүрген кішкентайларына «Әй, сендер, ойнай бермей үйдегі кішкене көрпе жастықтарды далаға шығарыңдар» деп айқайлады. Өзі үйден үлкен көрпелерін алып шығып, күн көзіне жая бастады. Ертең атамның бөлмесін тазалап әктеп қояйыншы. Мүмкін Ерлан келгенше келіп қалар. Назираға телефон соқсам ба екен? Сол сәт Нағиманың телефоны шырылдап қоя берді. Қайынсіңлісі Назира екен. Қайынсіңлісі қысқаша амандық саулықтан соң әкесінің жеңіл күртесін дайындап қоюын, ертең алып кететінін айтты. Әкесін Борабайға шипажайға жібермекші болып дайындалып жатыр екен. Атамның жағдайы жақсы ма? Үйге қашан қайтамын деп жатыр. Балалар атасын сағынып кеттім дейді. Атама сәлем айт. Біз Ерлан келген соң атамның 80 жылдығын ақылдасамыз. Күзге дейін уақыт бар ғой. Бірақ ерте дайындала беру керек екен, деді Нағима. Нағиманың мына сөзін естігенде Назираның қолына телефон түсіп кете жаздады. Қалайша әулеттен бір адам көкесінің 80 жылдығы туралы әлі әңгіме қозғамады. Еш немересінің ісі жоқ деп жүрген Нағима жеңгесі ең бірінші болып, шынымен өзі ме?
Ол өзгерейін деген бе, әлде атама неге дұрыс қарамадым деп өкініп жүр ме екен? Минуттың ішінде Назираның ойы он саққа жөнеле жүгірді. Жеңеше, ертең барам ғой үйге. Бәрін ақылдасамыз. Өте дұрыс айтасыз. Көкемнің 80 жылдығына ертерек жақсылап дайындалуымыз керек. Ішінен қатты қуанған Назира телефонын өшіріп, көкесіне келіннің сәлемін жеткізуге асықты. Көке, жаңа келініңіз Нағимамен сөйлестім. Сізге сәлем айтуда. Немерелеріңіз атасын сағынды, үйге қашан келеді деп сұрап жатыр дейді. Өзі хабарласты ма? Балалар аман ба екен? Омаржан шығар мені сағынып жүрген. Ерлан қашан келеді дейді. Есенәлі қария кәдімгідей елеңдеп, келіне іші жылып қалды. Мен хабарласқан едім, өзі де телефон соққалы отыр екен. Ерлан 2-3 күнде келіп қалады, Омарыңыз оқып жүр деді. Көке, Нағимада бір өзгеріс бар сияқты ма қалай? Бүгін келініңіз мені таңғалдырды ғой, әлі қуанып тұрмын ше, рас па өтірік пе деп. Не дейді? Аяғы ауыр ма екен келіннің? Немерелі боламын ба? Омардың інілері көп болса деп Алладан тілеуші едім, ол тусын, аман-есен босанып алсын. Көке-ау, не деп кеттіңіз? Қайдағы немере? Келініңіз сіздің 80 жылдығыңызды жасаймыз, соған бастан дайындалайық деп ақылдасуымыз керек деді. Соған таң қалып отырмын ғой мен. Нағимама менің 80-імді тойлаймыз деп жатқан? О, тоба, түс көрген бе өзі? Қасан жасамақшы тойымды? Мен үйде жүргенде ондай әңгіме айтпаушы еді. Туған күніңіз қашан деп Омар ғана сұрап жүретін. Алла өмір берсе 26 қазанда 80-нің сеңгіріне шығам ғой. Алла бұйыртса күзде тойыңызды жасаймыз. Қыдыр екеуіңізге Бурабай шипажайына жолдама алып қойдым. Ол жақтың ауасы ерекше, тынысыңыз ашылып жақсы болып қайтасыз. Сосын сізбен ақылдассам ба деп едім. Ағамды өзімізге жұмысқа тартсам қайтеді? Анау вахтада жүріп отбасынан алыстап бара жатқандай көрінеді. Мұның жөн екен, Назираш. Ауыл арасында жұмыс табылса кәнекей. Сол бала сыртта көп жүрген соң ба, келін ашуланшақ болып кеткен сияқты. Қызғана ма, кім білсін? Ерлан алыстан арбалағанша жақыннан дорбалаған дұрыс. Құрылыс жүргізуді біліп қалды ғой, бірігіп жұмыс істейміз. Табысы да аз болмайды. Жақсы қызым, құнттап істесе оның қолынан көп нәрсе келеді. Сапардан хабар алдың ба? Отасы қашан екен? Хабарластым көке, дәрігерлер отаға дайындап жатыр екен. Жеңгем екеуі Ержан ағамның үйіне барыпты. Гүлсім әпкем сырқаттанып ауруханада жатқан көрінеді. Гүлсім бе? Оған не болып қалыпты? Жүрегі сәл сыр берген көрінеді. Қазір жақсы дейді. Уайымдамаңыз, қорқып кеттіңіз ғой. Енді қайтем, артымнан ерген көзі тірі жалғыз қарындасым ғой. Інімді де Құдай ерте алды. Ауруханадан шыққан соң барып қайтайық, Назираш. Ержан ағаңды да сағынған шығарсың. Ержан туған ағам болса да жастайынан басқа үйде өскен соң ба, Сапар Ерлан ағаларым сияқты еркелеп ашық сөйлесе алмаймын. Бірақ жақсы көремін. Қарындасым аурушаң болған соң перзент сүйе алмады. Күйеу ерте қайтты. Анаң екеумізге жылап келгенде Ержанды бауырына салып бердік. Балаңды қиып беру оңай емес. Бірақ қарындасым қыз керек деп сұраса, сені де бермекші болғанмын. Бірақ ол сұрамады. Көке, мені ме? Не үшін? Гүлсім әпкемнің сұрамағаны қандай жақсы болған. Мен сіз анамсыз қалай өмір сүререм? Кейде Ержан ағамды аяп кетем. Сіздерді талай сағынып жылаған шығар. Күнім ау сол. Бауырың жылап тұрғанда балаңды қиып береді екенсің. Ержанды ес білмейтін кезде бердік қой. Гүлсім оған біз жайлы ақылы толысқан кезде ғана айтты. Басында айтпай-ақ қой дегенбіз. Ағау, бауырлары көп екенін білуі керек. Біздің көзіміз кеткенде олар араласып жүрсін. Ержаным жалғызбын деп жабырқамасыншы деп көнбеді. Мен бәрібір балаларымды ешкімге қиып бермес едім. Адам ауызбен айта береді, басына түскен кезде ғана түсінеді. Біз бауырмал халықпыз. Өзіміз талай бауырына баласын беріп, бір шаңырақты сақтап қалған адамдарды көзбен көрдік. Көке, ол бұрынғы кезде шығар, қазір ешкім өз баласын қиып, бірге туған бауыры болса да бермейтін сияқты. Бөтен үйде өскен балалардың ішінде бәрібір жазылмайтын бір жарасы болады. Өмір бойы туған ата-анасын аңсап өседі. Қызым,
Енді ол асырап алған ата-анаға байланысты. Бар мейірімін төгіп ешкімнен кем етпей өсірген туғанындай болып кетеді. Туған анасын, баққан анасын артық көретіндер де бар. Ержан ағаң да анаң қайтыс болғанда қанша қимағанымен сендер сияқты көп қайғыра қоймады. Соған қарағанда ол баққан анасын анам деп қабылдады. Бізден гөрі оған Гүлсім жақын. Жарайды көке, не десеңіз де сіздің жүректеріңіз өте жұмсақ. Қазіргі ұрпақ біздер сәл қаталдау сияқтымыз. Айтпақшы, ұлыңыз Бақытжан телефон соғып ала алмадым дейді ғой. Естімей қалғансыз-ау. Ол демалыс алса балаларын алып үйге келмекші. Сізді сұрап сәлем айтты. Олар келсе үйде жағдайлары бола қояр ма екен? Менің жүрісім мынау. Қартайғанда қызымның үйін жағалап. Көке, осы қыз ұл деп неге бөлесіздер? Жаныңызда қай жер жайлы, сол жерде тұра бермейсіз бе? Денсаулығыңызды күтіп. Қызым, қазақ үшін қара шаңырақтың орны бөлек қой. Егер менің сенен басқа перзентім жоқ болса, ұлдарың жоқ болса, әңгіме басқа. Ал менің Ержанды қосқанда 4 ұлым бар емес пе? Бір ұлым сол қара шаңыраққа ие болып қалады. Ол менің әкемнен қалған үй. Кезінде біздің үй ауылдағы ең үлкен үй болып саналған. Жеңгелерім, әке-шешелерім жоқ болса да үйге сәлем салып кіретін. Төріне ешқашан шықпайтын. Назира көкесінің қара шаңырағын қатты сағынып отырғанын сезді. Әкесі қара шаңырағын хан сарайына да айырбастамайтын сияқты. Көке, үйіңізді сағындыңыз ба? Барып қайтам десеңіз, ертең бірге барайық. Назира мен әкесі үйіне келсе, Нағима атасының бөлмесін әктеп жатыр екен. Атасын көріп иіліп сәлем жасап, Назираның бетінен сүйіп, залға көрпеше салды. Кішкентайлар атасын сағынып қалыпты. Бірі мойнынан, бірі аяғынан құшақтап айырылар емес. Назира қолдарына кәмпит беріп, беттерінен алма-кезек сүйді. Жеңеше, атамның 80 жылдығын жасаймын деген соң алып келдім. Үй әктеп тойға дайындық жасап жатсыз ба, деді Назира, шай қойып жатқан жеңгесіне әзілдеп. Атамның 80 жылдығына жаңа үйді бітіріп қоныс тоймен бірге жасаймыз. Нағима бұл сөзді сенімді түрде айтқаны соншалық, Назира шыдай алмай күліп жіберді. Көке, сіз жоқ кезде жеңгемдер бір қап алтын тауып қойған сияқты ғой. Аузыңызға май, астыңызға тай, жеңеше-ау. Кешеден бері жақсы сөз айтып жүрсіз ғой өзіңіз. Ұзағынан сүйіндіршінші деп әкесіне күле қарады. Атасы келіннің өзі кеткендігінде емес, реңі кіріп, ширап қалғанын аңғарды. Келініне деген реніште ұмытыла бастағандай. Қуанып, жүзі күлімдеп, тершіген маңдайын қайта-қайта сүртеді. Омар мен Әсем қашан келеді сабақтан деген Есенәлі қария үлкен немерелерін көргенше асығып, қабырғадағы сағатқа қарады. Түс болып қалыпты ғой, олар келіп қалар. Мен үй әктеймін деп түскі тамақта пісірмеппін. Дүкеннен жұмыртқа келу керек еді, қуыра салатын. Кешке кеспе көже жасаймын ғой. Көкем жұмыртқа жемейді. Таңертең үйден нарын жеп шыққанбыз. Шай ішеміз де қайтып кетерміз. Әуре болмай үйіңіз әктей беріңіз. Маған көкемнің кешегі айтқан жұқа күрткесін бере салыңызшы. Болды. Шай ішіп отырғанда Омар мен Әсем келіп қалды. Есіктен кірген атасын көрген Омар қатты қуанып, екі қаттап жүгіріп қасына келді. Атасы немересін айналып толғанып, кеудесіне қысып маңдайынан сүйді. Әсем де сызылып келіп атасының мойнынан құшақтады. Омар атасының қасында отырып шайды ұзақ ішті. Әпкесінен осы жазда дарынға түсу үшін тест тапсыратынын естіп қуанып қалды. Омар, жақсылап дайындал, мен саған сенемін. Қыркүйектен бастап дарында оқитын бол деп тапсырды әпкесі. Жеңеше, көкемнің 80 жылдығына дейін жаңа үйді бітіру керек дегеніңіз менің құлағыма жағып отыр. Өзім де үйге келген сайын ойланып жүруші едім. Ол үшін Ерлан вахтаны қойып, одан гөрі табысы жоғары жұмысқа орналасу керек. Келген соң өзім сөйлесемін. Бақытжан да демалысқа ауылға келеді екен. Ол пысық, үйінде көлігінде алып алды ғой. Енді қара шаңыраққа мойын бұрар. Әпкелерін де кездескенде жаңа үйді бітіруге көмек береміз деп жүретін. Ержан ағамыздың да қолынан келгенін аянып қалмас, бауырымыз ғой. Ерлан жалғыз өзі қай жағына жеткізеді? Қой қызым, үй саламыз деп бәріне салмақ саламыз ба? Бәрінің бала шағасы бар.
өздерінен артылмайды ғой қазір тапқандары. Үй жайлы бітер, менің 80 жылдығымды жасамай-ақ қойыңдар. Бір мал сойып Құдай тамақ берсек болды. Маған осы үйде жетеді әзірге. Ерлан өзі асықпай бітіріп алар. Көке, ол қыздарыңыздың ешқайсысы жерге қарап отырған жоқ. Құдайға шүкір, бәрінің жағдайлары жақсы. Тек Сапар ағамыз ғана көзінен сәл шаршап қалғаны болмаса. Отасы сәтті өтсін деп тілейікші, көз әлі-ақ анық көріп кетеді. Омарыңыз да өсіп қалды. Немереңіз ер жетіп ертең-ақ сізге келін әкеледі. Сол кезде беташарды жаңа үйде жасамаймыз ба? Шүпірлеген шөберелердің қолынан май жалап жүресіз әлі. Бізге қайта бірлікте болыңдар деп батаңызды беріңіз. Бәріміз біріксек алынбайтын қамал жоқ. Менің үй салатын адамдарым дайын. Құрылыс материалдарын дайындап берсек, үй салу деген қиын емес. Күзге дейін бітіп қалады. Нағима қайын сіңілісінің әрбір айтқан сөзіне риза болған соншалық жүзіне қайта-қайта қарай берді. Оразкүл апасы қалай біліп дәл айтқан, адам таниды екен ғой ол кісі. Назираның құлағына жеткізсең, өзі-ақ жаңа үйді тұрғызып бітіріп береді деп еді. Ерлан вахтадан келгенде әкесінің үйде жоқтығын, бірақ бөлмесінің тап-таза болып тұрғанын көрді. Атам мен үй әктеп алайын деген соң Назираның үйіне кетіп еді. Қарындасың атам мен жездеме Бурабай шипажайына жолдама алыпты. Ауасы таза, қымызбен емдейді дейді. 10 күндей демалып қайтпақшы. Ой, жақсы болыпты ғой. Мен көкемді Сарыағашқа жіберейін деп келсем, бірақ жазда Бурабай жақсы шығар. Сарыағашқа күзде немесе қыста апарамын. Ерлан, күзде атам 80 жасқа толады ғой. Бауырларың 80 жылдығын тойлаймыз деп жатыр. Мен қоныс тойды бірге жасайық дедім. Осы сенің есің дұрыс па, Нағима? 5 айдың ішінде жаңа үйді қалай бітіреміз? Оған ақша қайда? Мен 1 миллиондай тауып жатқандай сөйлейсің ғой өзің. Еркош, осы қара шаңырақта жалғыз сен туылдың ба? 7 бауырың бар емес пе? Атам бата беріп кеткен қай күні. Назираның өзі-ақ бәрін аяғынан тік тұрғызады. Сен ешнәрсе ойлап, уайымдамай-ақ қойшы. 5 ай түгілі 3 айда-ақ бітіреміз атсалыссақ. Ерлан өзі вахтада болған кезінде үйінде не болғанын білгенде сезгенде жоқ. Бір жағынан әйелінің жаңа үйді бітіреміз, бауырлары әкесінің 80 жылдығын бірігіп жасаймыз деп жатыр деген жаңалығына іштей қуанды. Қарбалас тірліктен жаңа үйдің құрылысымен жаз өтіп күз келді. Төбесін қызыл шатырмен жапқан еңселі биік жап-жаңа үйдің іші жарқырап тұр. Күн молынан түсетін ең төргі бөлмеде Есенәлі қария намаз оқып отыр. Үлкен залдағы теледидардан Омар мен Әсем қызық кино көруге жайғасыпты. 3 кішкентай өз бөлмелерінде ойыншық ойнап жүр. Шуылдасып ары-бері жүгіріп жүр. Ерлан мен Назира жататын бөлмелерінің есігін тарс жауып алып, тойға шақыратын адамдардың тізімін жазып жатыр. Ешкім қалып кетпесін. Ертеңгі күні біреуге бізге ренжіп жүрмесін. Бірінші тізімді түгелдеп алайық, деді Ерлан. Я, сөйтейік Еркош, шақыру билетіне былай жазсақ қайтеді? Құрметті ағайын туыс, құдалар, бауырлар, нағашы, бөлелер, құрдастар мен көршілер, сіздерді Асқар Таудай әкеміз Есенәлінің 80 жылдық торқалы тойы мен қоныс тойымыздың қадірлі қонағы болуға шақырамыз. Той иелері Ерлан, Нағима, Бақыт тойханасы. 26 қазан, уақыты 19:00. Ой, мынауың күшті ғой, өзің жаздың ба? Тура 1 ай қалыпты тойға. Шақыру билетін тездетейік, Нағима. Ертеңнен қалдырмай таратып тастайық. Сосын қарыздансақ та тойда бауырларының бәріне бір-бір сыйлық жасайықшы. Осы жаңа қара шаңырақ сол бауырларының арқасында тез бітті. Өзім рас па деп әлі таңғалып жүрмін. Назираға дәу алтын жүзік алайық. Басқамызды қайдам, осы үй біткенше күн тыным таппаған сол ғой. Маған табысы көп те жұмыс тауып берді. Еркош, жарайды, менің апам да қоныс тойға дейін апарамын деп бір қатар төсек орын дайындап жатыр екен. Нағима артынан дұрыс төсегін апара алмадым. Осы жолы жаңа үйіне сандығымен жасауын апарып беремін деп сіңілімнен айтып жіберіпті. Шешем өгей болса да мені еске алып жатқанына қуанып, әрі жылағым келіп жүр. Кешке үйге қайнағам мен Ғалия жеңешем, Назира мен жездем келеді екен, ет асайын. Тойда ақылдасайық деген шығар. Әпкелердің бүгін тойлары бар екен. Келесі аптада жиналып келмекші.
Сен естідің бе? Қыдыр жездем мүлдем ішпейтін болыпты. Намаз бастап жүр екен ғой. Атамнан үйреніп алыпты. Иә, білемін ғой, құрылыста басқа жігіттер шаршағанын басып жатқанда құманын ұстап алып дәрет алып жүретін болған. Бәрінен бұрын Сапардың көзінің көретініне жүрегім жарыла қуандым ғой. Залдағы ақ дастархан басында Есенәлі қария, көрші Оразкүл апа, күйеу баласы Қыдыр мен қызы Назира, ұлы Сапар мен келі Ғалия әңгімелесіп отыр. Бәрі көңілді. Әңгіме арасында Оразкүл апа Ерлан мен Нағиманы қайта-қайта мақтап қояды. Сосын Назираға қарап: айналайын, сенің оқушы кезіңнен-ақ жарамды қыз болатыныңды біліп едім. Көзге мақтанғаным емес, басқалары бір төбе, сен бір төбесің. Сөзіңе ісің сай, Құдай сені тіл көзден сақтасын, қызым, деді. Апау, әкем мен бауырларым, жеңгелерім аман болсын. Осы қуаныш бәрімізге ортақ. Сізге де алғысымыз шексіз. Әркімнің көрші сіздей дана жанашыр болсын. Тойда бүкіл көршілерді бастап шығыңызшы. Сіздің құрметіңізге арнап жақсы көршім деген ән жаздырайын. Дастархан басында Есенәлі қария ас қайырған соң: Алла, осы күнге жеткізгеніңе шүкір. Құдайым бізді осы береке бірлігімізден айырмасын. Қара шаңырағының көзінің қарашығындай сақтайтын, салт дәстүрін ұмытпайтын, қазыналы қарттарын сыйлайтын, есті ұрпағы ұл қыздары мен келіндері көп болсын деп тілегін айтты. Екі келіні Ғалия мен Нағима екі табақты алып, иіліп сәлем жасап еді. Қарақтарым, жастарың ұзақ болсын, күндерің шуақ болсын, бастарыңа бақ қонсын, үйімізге жақұт толсын, бала-шағаларың аман болсын, қара шаңырақта той көп болсын, өркендерің өсе берсін, осы үйге бақ береке келе берсін деп оларға да батасын беріп аталық алғысын жаудырды. Сол күні қара шаңырақтың жарығы түннің бір уағына дейін жарқырап тұрды. Тойға шақырылатын қонақтардың тізімі түгел жазылып, шақыру билеттері дайындалып жатты. Бауырлары бәрін ақылдасып, шешіп, тойда атқаратын қызметтеріне дейін белгілеп қойды. Омардың қуанышында шек жоқ. Дарында оқығалы шабыт ашылып, аздап өлең жазып жүр. Мектептегі мақтаулы балалардың бірі. Ол тойда атасына арнап өлең оқып бермекші. Басқа немерелері де қалыспай ән айтып, би билеп өнер көрсетпек. Қонақтарды шығарып салған Есенәлі қария бұл түні де ұйықтамай шықты. Өз кіндігінен тараған ұрпақтарының ауызбіршілігіне көңілі толды. Өткен кеткенді ойлады. Әсіресе келіні Нағиманың бойындағы оң өзгерісіне, талпынысына қатты қуанды. Алла, ұзағынан сүйіндіре көр. Ел жұртым, ұрпағым аман болсын. Ауылым азып тозбасын. Алла асымды адалғынан ішкізсін. Киелі қара шаңырағым шайқалмасын деген тілекпен таң атырды. Қарттың батасы мен тілегі қабыл болғай. Қазақтың әр қара шаңырағында той көп болсын, ағайын.